Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге халуми ірімшігі қосылған 5 минутта дайындалатын өте дәмді әрі өте тойымды тіске басардың бутербродтың рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, соңына дейін тамашалайық. Ең алдымен нанымызды дайындап аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген нанды қолдансаңыз болады. Мен осындай багетті қолдандым. Неше бөлікте бутерброд жасайсыз, сонша нан кесіп дайындап аламыз. Және де бізге керегі осындай халуми деген ірімшік. Бұл ірімшік арнайы қуырылуға арналған, қуырған кезде жайылып езіліп кетпейді. Ірімшігімізді де 4 бөлікке кесіп аламыз. Енді бутербродтың үстіне құятын соусымыз дайындайық. Ол үшін осындай жарты шай қасық базилик, жарты шай қасық мята керек. Және де жарты шай қасық осындай кептірілген сарымсақ, яғни чеснок керек. Сосын 3 шай қасық зәйтүн майын құямыз, немесе кәдімгі сұйық май құйсаңыз болады. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз, және де шамалы ғана дәміне қарай тұз қосамыз. Осымен біздің соусымыз дайын. Енді құрғақ май жағылмаған табаға біздің нанымызды екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Қатты күйдірмейміз, жай ғана кішкене қызарып, қытырлақ болғанша дейін ғана міне осылай қуырып аламыз. Енді осы табаға шамалы ғана май жағып, құюдың қажеті жоқ. Біздің халуми ірімшігімізді де екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Ірімшік міне осылай езіліп кетпейді, өзінің формасын ұстайды, және де қуырғаннан кейін дәмі өте керемет болады. Енді ыдысымызға нандарымызды салып, және де қасына өте пайдалы әрі өте дәмді руккола қоямыз. Нанның үстіне бір қызанақты домалақ осындай домалақ етіп турап, қызанағымызды да қойып шығамыз. Енді осының үстіне біздің қуырылып тұрған, өте жұмсақ, ыстық болып тұрған халуми ірімшігін қоямыз. Міне біздің бутербродымыз да дайын болып қалды. Енді біздің соусымызды жақсылап, барлығының үстіне құйып шығамыз. Өте ерекше дәм береді осы соус. Бұл бутербродты сіздер тіске басар ретінде қонақ келгенде қойсаңыз болады, немесе таңғы асқа дайындасаңыздар да болады. Өте дәмді әрі дәмі өте ерекше болады. Міне осылай үстіне бұл жерде салат жапырағын қойсаңыз да болады, өз қалауыңыз бойынша әдемілеп қоюға болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.